жатқан бұл мен ұйқымнан оянып күнде осылай бір нәрсені істеуден жалығып кеттім, шынымды айтсам. Бірінші құпиеті оны жуамын, ал содан кейін барып өзімнің әдеттегідей жеп жүрген консервідегі тамағымды жеймін. Консервіде тамақтардан өте қатты жалығып кеттім, бірақ бұлардан басқа тамақ жоқ менде. Жалықсам да осыларды жеуге тура келеді. Ыстық тамақ болса ғой, соларды жеу үшін мен қалтамда ақшам бәрін беруге дайын едім. Мен сол тамақ ішіп болғаннан кейін кітап оқимын. Кітап оқып болғаннан кейін далада қарап жүремін, далада балконға шығып, далада не болып жатыр деген сияқты, бірақ далаға мүлдем шықпаймын. Шығатын болсам тек үйдің жоғарына шығатын шығармын енді. Кітап оқып болған соң үйдің үстіне жоғарына шығамын, таза ауа жұту үшін. Ал далаға болса мүлдем шыққан емеспін. Бірақ бір күні болмаса, күндердің бірінде жеу отқан тамағым, ішіп отырған суым бітсе, өзім-ақ мына далада толып тұрған өліктердің қасында жүретін боламын. Міне, осылай тамақтарым өте аз қалды. Мынау осы 2 апта бұрынғы тамақтарым еді. Енді бұлардан мүлдем қалмадым десем де болады. Маған енді дүкенге шығып бір коробкасын алып келу керек болып тұр үйге. Сен содан ағып жүрген адамсың. Жалғыз өзің үлкен үйде консервный банктан тамақ жеп, ата-анаң қайда қарап отыр деп айтатын боларсыздар. Бірақ олар маған үнемі қарайды. Және мен оларға да қарап тұрамын. Тек қастарына жақындай алмайтыным өкінішті. Олар қалай зомбиге айналған келесі серияларда айтатын боламын. Өзіңді қорғайтын құрал болмаса, далаға мүлдем шығушы болма, деп анам маған айтып кеткеніне әлі сене алмай жүрмін. Менің мүлдем 3 ұйықтасымда түсіме кірмепті. Жаман вирус шығып кетіп, мына қаланы басып алады деп, әлі сенбеймін бұған. Міне, жарық жанып тұрған этажда мен тұрып жатырмын. Консервадағы еттер мен құрық галет жеп жүргеніме 5 айдан асып кетті. Анама рахмет витаминдер тастап кеткеніне. Осы витаминдер арқасында мықты болып жүрмін деп айтсам болады. Бірақ қандай жағдай болмасын, мен ыстық тамақ жегім келеді. Тіпті бір жылы ыдыс күріш үшін мен қалтамдағы барлық ақшамды беруге дайынмын. Мына зомбилерді бәле болып басымды кетіреді, ұйықтатпайды. Мен бұлардың көздеріне көп көрінбеуге тырысамын, себебі маған артық проблема керек емес. Сіздерде сұрақ пайда болған болар, сен сонда суық қыс мезгілінде қалай тірі жүрсің? Әкеме рахмет, маған пешті қондырып арнайы дайындап кетті. Жай бұл пешке ағаш салсам болды. Өзі-ақ жанып шыға келеді, үйді жылытып тастайды ғой. Қысқасы, еш тоңып жүрген жоқпын. Бәрі өте жақсы болып келе жатыр еді. Бірақ бір күні тамақтарым таусылып бастады. Әкем бұл консервілерді осы жақын жердегі супермаркеттен алып жүреді. Енді менің баратын кезегім келді. Сөйтіп үйдің жоғарына шығып, зомбиларды біраз уақыт бойы бақылап жүредім. Олар шынымен жоқ екен. Олардың кеткеніне біраз болған секілді. Сондықтан жоспар құрып, тамақты әкелуге дайындалуға көштім. Сөйтіп қолыма, балға, арқама сөмкемді асынып алып, далаға шығуға бет бұрдым. Подъезд іші тып-тыныш әрі тас қараңғы. Бұл подъезд ішіне шықпағаныма да біраз болып тұр ғой, 2 айдай болған шығар. Ал тоқтың өскеніне 3 айға жуықтады.
ашықсаңшы қане. Не мынау? Мынау тірі екен, жоқ, өлі екен, все, жақсы болды. Сөйтіп далаға шықтым. Далада шынымен ешкім жоқ, зомбилер, өліктер бәрі кетіп қалған сияқты. Бұл әрине қуанышты жаңалық мен үшін. Міне, дүкенге де келдім. Сәл қалдышы да. Мынаның іші менің подъездімнен де үрейлі ғой. Тікен күтті ме? Так, мына жерде азық-түлік шүкір бар екен. Керемет, енді бұл бір айға жетіп қалатын болар. Жақсы болды. Не мынау деп оның үстіне 3 тонналық шкафты құлатып жіберді. Тез өте аз қалды. Солай келе жатсам, есігімнің алдында бір зомби тұрғанын байқадым. Және ол жай ғана зомби емес, бұл менің әкем болып шықты. Жоқ, енді не істеймін? Бұл менің әкем болып шықты. Оны мен жақсы таныдым. Осыдан 3 ай бұрынғы оқиғаны айтып берейін. Әкеміз екеуміз теледидар алдында сериал көріп отырғанбыз. Кенет біздің есікті біреу қатты қаға түсті. Біз барып есікті ашсақ, бұл анам екен. Ол бір жерден қашып, қорқып келе жатқандай көрінді. Не болды саған? Менің артымнан 2 біртүрлі адам қуып келе жатыр. Біреуінің үсті түгелдей қан-қан, ал біреуінің беті қорқынышты. Фильмдегідей ғой, өте үрейлі. Уайымдама, полиция шақырайыншы ме? Мүмкін бұлар пранк жасаушылар болар, қазір олар ақылға қонымсыз нәрселер істейтін болған ғой қазір. Осылай сөйлесіп тұрсақ, даладан көліктің соғылған дыбысы шықты. Бәріміз тез терезеге барып қарадық. Көлік апаты тіп-тіке жерде орын алды. Бұл енді өте қызық екен. Далада жаман нәрсе точно орын алып жатыр, бірдеңе болып жатыр точно. Солай алдағы 2 күнде біз мүлдем далаға шықпадық. Және осы 2 күнде жаңалықтардан сұмдық ақпараттарды естіп отырдық. Адамдар бір-біріне шабуыл жасап, бір-бірін тістеп жатыр екен. Және бұл ауру Қытайдан келген анықталды, деп жаңалықтардан айтып жатырды. Мемлекет халыққа далаға шықпауларын өтінгенімен, азық-түлік таусылғаннан кейін халық өздері далаға шығып кетті. Және біздің көршілеріміз далаға шыққаннан кейін көбісі қайта оралмады. Егерде бұлар сені тістеп немесе қолын тигізетін болса, онда сен де тірі өлікке айналады екенсің. Кешкісін Малдыбек көкем келді. Әкем екеуі бірдеңе туралы сөйлесіп, талқыласып, бір жаққа шығып кетті. Және 2 сағаттан кейін қайта келді. Сөйтсем 4-5 коробка тамағы келген екен.